Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын өзбек халқының ханум тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен қамырын сүтке илеген болатымын. Ең алдымен ыдысымызға тұзымызды, сүтімізді және сары майымызды қосып, толықтай араластырамыз. Үстінен електен ұнымызды өткізіп, орташа етіп қамырын илейтін боламыз. Қатты емес, жұмсақ емес етіп, осылайша қамырын илеп, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасына пиязымызды ұсақтап тураймыз. Сәбізімізді соломка етіп тураймыз. Және картопымызды дәл осылай соломка етіп турап алатын боламыз. Осылай барлығын дайындап болғаннан соң ыдысымызға салып, үстінен фаршымызды қосатын боламыз. Оның үстінен тұзымызды, қарабұрышымызды қосып, барлығын жақсылап қолымызбен араластырып дайындап қоямыз. Енді тынған қамырымызды өте жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Мен қамырымды екіге бөліп жайып шықтым. Осылайша дайындап алған болатынмын. Енді мантаваркамызге майымызды жағып, қайнап тұрған буға, яғни қойып алатын боламыз. 40-45 минутта дайын болады. Осылайша әдемі етіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Достар, видеом ұнаса лайк басып, менің каналыма кіріп келіп кетуді ұмытпаңыздар. Сізде дәл осылай дайындап көріңіз, ас болсын.